Армысыздар әйел әлемі арнамның тыңдармандары. Бүгін сіздерге сынақ атты жаңа әңгімемді ұсынғалы отырмын. Бұл әңгіме кейіпкеріміз Қарағанды қаласының тумасы, жалғызбасты ананың үлкен қызы. Осы қыз Алматы қаласына оқуға келіп, осында алғашқы махаббатын кездестіріп, сол жігіт екеуі отбасын құрғалы жүргенде, жігіттің ата-анасы қызды жесірдің қызы деп менсінбей, ұлдарын үйлендірмей қояды. Сонан кейін оқиға әрі қарай қалай өрбитіндігі туралы осы аудио әңгімеден тыңдай аласыздар. Сынақ әңгімесі. Сая бүгін әдеттегіден кешірек оянды. Төсектен тұрғысы келмеді. Есіктің арғы жағында анасы ас үйде ыдыстарды сықырлатып жуып жатыр ма, таңғы ас әзірлеп жатыр-ау шамасы. Басы мең-зең, анасының кешегі айтқандары есінен шығар емес. Күйеу баласын басынан жақтырмап еді. Енді басына мынадай қиыншылық түскенде, ол енді адам болмайды. Бар мал-мүлкіңді көз тірісінде өз атыңа аударып ал. Ертең ана шешесі мен әпкесі тартып алмасын дегені қалай деп анасына ренжіді. Күйеуін ойлады, көзіне жас алды. Ес білгелі өткен өмірінің барлығын есіне алды. Сая Қарағанды қаласында өмірге келді. Әкесі өмірден ерте озды. Анасы екі сіңлісімен бірге үшеуін өзі өсірді. Таңнан кешке дейін базарда көкөніс пен жеміс-жидек сататын. Сая үйде сіңлілерін қарайтын. Әкесі кеткелі туыстары сирек келетін болды. Қол ұшын созып көмектеспейтін еді. Нағашыларынан жалғыз тәтесі ғана. Ол да үлкен кісі. Жалғыз қызы Алматыға тұрмысқа шыққан. Сонда тұратын еді. Бар ауыртпалық анасымен өзіне түсті. Бұл кез кеңес үкіметі тарап, Қазақстан еліміз егемендік алып жатқан жылдар еді. Мектепті орыс тілінде үздік бітірді. Өйткені анасы жақсы оқы, жоғары білім ал. Мен секілді қара жұмыс істемейсің. Сенетін ешкіміміз жоқ, өзіңе ғана сен. Сен үлкенсің, артыңдағы екі сіңліңді сүйрейсің ертең деп құлағына құя беретін. Сонымен анасы бар жиған тергенімен Алматы қаласына, Казгу жоғары оқу орнына оқуға түсірді. Нағашы әпкесінің үйіне орналастырып табыстап кетті. Бірінші курсты бітірген соң тәтесі: айналайын, енді қалаға үйреніп қалдың ғой. Жатақханаға шықсан қайтеді? Стипендияң бар, университетке де жақын, өзің білесің, мұнда үлкен қалада өмір сүру қымбат. Жезден екеумізге саған қарасу қиын деп, әдемілеп үйінен шығарып салды. Сая тәтесінің мұнысына ренжіген жоқ, қайта қуанды. Бәрібір ол кісілер мұны амалының жоқтығынан, анасының көңіліне қарап үйлерінде тұрғызып келіп еді. Онысын сезетін. Анасына хабарласып мән-жайды түсіндірді. Анасы келіп, Саяны жатақханаға орналастырып кетті. Жатақханада қыздармен бірге тұрып оқып жүрді. Осылай 1996 жылы оқуды бітірді. Сосын өз білімін шыңдау үшін магистратураға түсті. Анасы қатты қуанып, қызын мақтан тұтты. Сіңлілеріне үлгі тұтып, үнемі мақтап отырады. Сая орыс мектебін бітірді. Орыс тобында оқыды. Магистратураны да орыс тілінде оқыды. Қазақ тілінде түсінетін, бірақ аз кем ғана сөйлейтін. Сөйтіп жүргенде жергілікті Алматының жігітімен танысады. Екеуі бір-бірін ұнатып, көңіл қосып жүреді. Жігіттің отбасы бақуат тұратын еді. Отбасында жалғыз ұл. Әкесі жоғары жақта қызметте істейді екен. Бір күні жігіті Саяны отбасымен таныстырмақ болып үйіне ертіп барады. Ата-анасы Саяны жақсы қарсы алады. Дастархан басына жайғасқан соң таныса бастайды. Саяның әкесі жоқ, көкөніс сататын жалғызбасты ананың қызы екенін естігенде түрлері бұзылып кетеді. Қош, сонымен не керек? Дастарханнан дәм тұз татып, танысып, әңгімелесіп тарасады. Ертесінде жігіті: ата-анама ұнадың, үйленемін дейді. Сая оған сенеді. Тіпті екеуі ерлі зайыптылар секілді жүріп тұра бастайды. Бір күні жігіті көңіл-күйі болмай, сенімен маңызды шаруа жайлы сөйлесуім керек дейді. Сөйтсе, әке-шешесі ұлының Саяға үйленуіне қарсы болып жатыр екен. Біздің теңіміз емес деп айтыпты. Әкесі өзімен қызметтегі әріптесінің қызына құда түсіп қойыпты.
сол қызға үйленесің бітті. Болмаса дымсыз қаңғып кетесің деп шарт қойыпты. Жігіті басы салбырап не істерімді білмеймін. Сені сүйемін, қимаймын. Әке-шешеме де қарсы шыға алмаймын дейді. Мұны естіген Сая жігітіне жоғал деп айғайлап жіберді. Ер емес ез екенсің деп бетін басып жылап кетіп қалды. Сонан кейін жігіті де мұны іздеп келмеді. Бір-екі рет қоңырау шалып еді, оған да жауап бермеді. Осылай алғашқы махаббаты сәтсіз аяқталды. Мұнысын анасына айтқан емес. Өйткені анасы магистратураны бітіріп, жұмысқа тұрмай, жігітті де тұрмысқа шығуды да ойлама деген болатын. Тесік моншақ жерде қалмас деп өзін-өзі жұбатты. Бар ынтасын оқуға аударды. Дипломын жақсы қорғап, магистратураны аяқтады. Білімді маман болып шықты. Алға қойған мақсатым айқын еді дейді кейіпкер. Жұмыс істеп, жоғары көтерілсем, анама болысып, сіңілдерімнің жоғары білім алуына көмектессем, жалғызбасты көкөніс сататын әйелдің балалары да қызмет істеп, жоғарыға көтеріле алатын дәлелдеймін дейтінмін өзіме. Жігітім әлі-ақ маған үйленбегеніне өкінетін болады. Осы ойлар мені алға жетеледі. Жергілікті орыс тіліндегі баспаға жұмысқа тұрдым. Ол кезде Қазақстанда өзге ұлттар көп еді ғой. Әріптестерімнің көпшілігі орыс ұлты еді. Осылай бар жігеріммен жұмысқа кірісіп кеттім. Осы аралықта менен кейінгі сіңілім Көкшетауға оқуға түсті. Бір жылдан кейін дәрежем өсіп, жалақым көтерілді. Анама ақырындап ақша жіберіп көмектесе бастадым. Анам риза болып жүрді. Өзің қиналып қалма деп қоятын. Осылай уақыт жылжып жатты. Бір күні қыс мезгілі болатын. Әріптестер жиналып, жаңа жыл кешін атап өтетін болдық. Бас редакторымыз да келді кешке. Барлығы ішіп жеп, билеп, көңілді кеш өтіп жатты. Бір кезде жаңағы бас редакторымыз мені биге шақырды. Ұлты украиндық еді. Өзі бойдақ, үйленбеген болатын. Бойдақ қыздардың көпшілігі сол жігітке қылмыңдап жүретін. Сол кеште сол бас редакторымыз маған сөз салды. Мені біраз уақыттан бері байқап қарап жүреді екен. Жұмысқа жауапкершілікпен қарайсың, жақсы істейсің, үнемі жымиып жүресің, маған ұнайсың. Кездесіп қыз жігіт болып жүрейік дегенде мен аузыма ашылып не дерімді білмей қалдым. Өзге ұлттың жігіті ғой, бұнымен қалай кездесіп қыз жігіт болып жүрмекпін. Анам білсе не болады? Ой деген жүйрік қой шіркін. Бір минутта бірнеше шақырымға кетіп қалды. Содан мен жігітке ойланайын дедім. Жұмыста сәлеміміз түзу болатын. Мені ұнататын ешқашан байқаған емес едім. Тек жұмысыма берілген адам едім. Кейін жайлап жан-жағымнан сұрастыра бастадым. Жігіттің анасы Украинада тұрады екен. Әпкесі осы Қазақстанға тұрмысқа шығыпты. Жездесі Шымкенттің Ақсу деген жерінің тумасы екен. Әкесі қазақ, анасы орыс шатыс екен. Жігіт әскерге барып келген соң Қазақстанға келіп жоғары оқу орнын бітіріпті. Сосын әпкесінің жанында қалыпты. Осында жұмыс істегелі біраз уақыт болып қалған екен. Жасы менен 3 жас қана үлкен еді. Сырт көзге өте сыпайы, үнемі жақсы көңіл күйде, әріптестермен қалжыңдасып, күлдіртіп жүретін. Екеуміз жақынырақ таныса бастадық. Қазақстанға бейімделген, араласатын достарының көбісі қазақ екен. Сонымен не керек? Мінезі, дүниетанымы, адамгершілігі, кішіпейілділігі маған ұнап қалды. Қыз жігіт болып кездесе бастадық. Мен 3 құрбыммен 4-еуміз пәтер жалдап бірге тұратынбыз. Ол әпкесінің үйінде тұратын. Уақыт өте келе, екеуміз бірге тұратын болып пәтер жалдап тұра бастадық. Екеуміз екі ұлттың адамы екеніміз әсте білінбейтін. Күн өткен сайын бір-бірімізді қатты жақсы көріп кеттік. Бір күні Алматыға анам келетін болды. Енді не істейміз? Менің жігітіммен бірге тұрып жатқанымды анам білмейтін еді, бейхабар болатын. Не болса да анам келген соң айтамыз деп шештік. Анам Алматыға келді. Басқа пәтерге ауысып кеткенсің бе деп сұрайды. Иә, менің жігітім бар, үйленсек деп жүрміз, бірге тұрып жатырмыз деп едім. Анам бетіме бажырайып қарады. Тұрмысқа шықпай жатып бірге тұрған нес? Неге маған айтпадың? Өз қолым өз аузыма жетті демекпісің? Енді не қаласам соны істеймін дегенің бе? Деп қатты ұрысты. Қайда ол жігітің? Шақыр, көрейін, сөйлесейін, танысайын деді. Кешке келеді дедім.
Ол келгенше анам менімен сөйлеспей қойды. Кешке қолында бір шоқ гүлі бар жігітім келді. Анам оны көргенде аузы аңқиып қалды. Мынауың орыс па дейді. Мен жоқ, украинец қой деп қоямын. Сөйтіп анам тағы ұрысты. Тіпті жігітімді елемей де қойды. Сөмкесін алды да нағашы тәтемнің үйіне кетіп қалды. Мен болсам жылап қалдым. Жігітім жұбатып жатыр. Барлығы жақсы болады, Саяш. Анаң әлі-ақ маған үйреніп кетеді дейді. Ертесінде нағашы тәтемнің үйіне бардым. Анамның ашуы басылған шығар. Сөйлесейін деп ойладым. Тәтем де менің жағдайымнан хабары бар екен. Басқа ұлттың адамы болмайды. Әкең жақтың туыстары, қазақтың жігіті құрып қалғандай қақолға тиіпті қызы. Анасы дұрыс тәрбие бере алмаған деп бізді табалайды дейді. Сосын анамды бұлай шығарып алып сөйлестім. Сәтсіз аяқталған алғашқы махаббатым жайлы айттым. Ол кісілердің мені менсінбегенін, сол қазақ жігітінің пәктігімнен айырып тастап кеткенін, барлығын түгел ашып айттым. Анам бетімнен уысып жіберді. Сөйтті де, өзің кінәлісің, мен сені оқып білім алып жүрма десем, не бүлдіріп жүрсің? Енді пәктігімнен айырылдым деп қақолға тиесің ба? Батамды да, рұқсатымды да бермеймін. Осымен сөз бітті. Мен ертең қайтамын. Ана жігіт туралы естімейтін болайын деп, мені қуғандай қылып шығарып салды. Мен жол бойы жылап жұмысқа бардым. Сосын түскі ас кезінде жігітіммен сөйлестім. Айырылсайық дедім. Анамның ризашылығын алмай, саған тұрмысқа шыға алмаймын. Мені қиналып, әкесіз бағып өсірді. Елден кем болмасын, қиналмасын деп оқытты. Енді қалай оның батасын алмай тұрмысқа шықпақпын. Жігітім бірдеме қылып көндіреміз дейді. Бірақ мен бәрібір болмайды деп құрбыларыма кетіп қалдым. Ертесінде анам менімен қоштаспай Қарағандыға кетіп қалыпты. Мен көңіл күйім түсіп, ауырып жатып қалдым. Құрбыларым мені уайымдап қалды. Ертесінде Амина құрбым болмай мені дәрігерге ертіп апарды. Анализ тапсыртты. Сөйтсем, аяғым ауыр екен. Мұны білгенде ішімде бір қуаныш биледі. Бірақ анамды ойлап іштей егілдім. Құрбыларым осы кезде маған көп демеу болды. Жұмыстан іздеп жатыр деген соң, селсоқ қана жұмысқа бардым. Жігітім іздетіп жатыр екен. Кабинетіне кірдім. Одан кетіп қалғалы 3-4 күндей уақыт өтіп еді. Маңдытып жұмысқа да бармай жүргенмін. Сонымен не керек, аяғымның ауыр екенін айттым. Ол болса қатты қуанып кетті. Енді бізге үйленуге ешкім кедергі болмайды дейді. Анаңа барамыз, мән жайды айтып алдынан өтіп, тез арада үйленеміз деді. Сөйтіп аяқ астынан әпкесі, жездесі төртеуміз жолға шықтық. Әпкесі жездесімен алдын таныстырған болатын. Бірге тұрып жатқанымызда бір-бірімізге қонаққа барып тұратын едік. Ата-анасы тойларыңа бірақ келеміз деді. Жолда, пойызда қатты уайымдадым. Жүрегім лүпілдеп, анамнан қатты қорықтым. Ал жігітім болса мәз, көңіл күй көтеріңкі. Содан Қарағандыға барсақ, анам әкемнің туысқандарын жинап алыпты. Мен алдын хабарласып айтқан болатын. Бізді салқын қарсы алды. Бізге сирек келетін, өмірі көмектеспеген, араласпаған әкемнің туыстары отыр. Қабақтарынан қар жауып отыр. Біз үйге кіріп, қонақ бөлмеге жайғасқан соң, жігітімнің жездесі сөз бастады. Осылай да осылай қыздарыңыздың қолын сұрап келдік. 2 жас бір-бірін ұнатады дегенде, бір кезде әкемнің інісі жездесін шорт кесті. Қақолға беретін қызымыз жоқ деді. Жігітім мен жездесі көздері бақырайып, аңқиып қарап қалды. Өлі тыныштықты Марина, жігітімнің әпкесі бұзды. Бермей қайда барасыздар? Қыздарыңыздың аяғы ауыр. Деп еді, 2 бетім ду ете қалды. Мұны айтады деп ойламап едім. Анам мен туыстарым аңтарылып, менің өңменімді тесіп жіберердей көзқараспен жалт етіп маған қарады. Сол кезде ұялғанымнан кірерге тесік таппай қалдым. Анам ақылдасайық деп туысқандармен ас бөлмеге шығып кетті. Көбірлесіп өзара біраз уақыт сөйлесті. Бір кезде мені шақырып алды. Анам, таңдауың осы болса жақсы. Іштен шыққан баламсың, саған батамды бердім. Әндетіп, күйлетіп шығарып сала алмаймын. Еш болмаса әке шешесі де келмеді, алдымнан өтуге деп жатыр еді. Әкемнің інісі тағы да. Оларды қайтесіз?
Қақолдар қайбір құда болып жарытар дейсіз деп қойып қалды. Анам қыстығып жылап жіберді. Мен де үнсіз көзімнен жас сорғалай берді. Келген адамдарыңмен бірге қайта бер. Аман жүр деп шығарып салды. Тіпті шәй де бермеді. Біз үнсіз қоштасып үйден шығып кеттік. Қонақ үйге бір күн қондық та, ертесінде Алматыға қайттық. Марина біраз ашуланып сөйлеп алды. Қазақтар қонақжай еді. Бізге еш болмаса шәйде ұсынбады. Біз не, жауымыз ба? Деп еді жездесі Маринаны сабырға шақыра бастады. Маринка қойшы болды. Әйтеуір балдызыма қыздарым берді ғой деп басу айтты. Жігітім білдірмегенмен оның да көңіл күй түсіп қалды біраз. Сонымен не керек? Біз үйлендік. Кішігірім той жасадық. Ата енем келіп олармен таныстым. Енем өмір бойы мұғалім болған кісі екен. Кербез мінезді, әдемі сөйлейді. Атам өте қарапайым, көп сөйлемейтін момын кісі екен. Жігітім жақтан туыс дос, әріптестері барлығы келді. Мен жақтан құрбыларым мен 2 сіңілім ғана келді. Кіші сіңілім де ортаншы сіңілімнің жанына оқуға түсіп, екеуі бір қалада тұратын еді. Анамның келмегені жаныма қатты батты. Тіпті Алматыдағы нағашы тәтем де келмеді. Қош, сонымен не керек? Той өте жақсы өтті. Арада біраз уақыт өткен соң мен қыз босандым. Күйеуім қатты қуанып, елпілдеп жүр. Украинадан ата-енем келді. Осы кезде ғана немеремді көремін деп, Қарағандыдан анам келді. Мен анамның келгеніне қатты қуандым. Анам мені кешірмейді ма деп ойлап едім. Немересі үшін кештім деді. Құдалар бір-бірімен танысты, бірақ сөздері онша жараспады. Анам тәтемдікінде бір күн қонып, Қарағандыға қайтып кетті. Ата-енем біздікінде біраз боламыз. Енем маған қарасамын деп қалып қойды. Анам көбірек сорпа іш деп, күйеуіме қойдың етін алдыртып, табыстап кеткен еді. Сүйек салып, сорпа қайнатайын десем, енем мұны көрді да, ужас, ужас. Бұл не тамақ? Дәу сүйекті салып қайнатып, сылдыр су ішесің бе деп, тауық етін алдыртып, тауық сорпасы, шәбел сорпасы, борщ, котлет, пирожки, құймақ, күнде неше түрлі тамақ жасап, мені барынша күтті. Сол кезде мен ас үйге, тамақ жасауға, үй шаруасына мүлде олақ екенімді білдім. Күйеуім анасының тамағын сүйсініп тұрып жейтін. Алғашқы күндері қызымды да дұрыстап ұстай алмайтынмын. Енем шомылдырып, майлап сылап, не керек кіші қырқымнан шыққанша қарасты. Содан қызының үйінде біраз күн болып, елдеріне қайтты. Мен жайлы не ойласа да ішінде кетті. Мүмкін қызына да айтқан шығар. Осы арада күйеуімнің жездесінің кәсібі өрге жүзіп, үлкен компания ашты. Күйеуімді өзіне зам директор етіп жұмысқа алды. Күйеудің табысы арта бастады. Қаланың жоғары жағынан 3 бөлмелі пәтер алдық. Мен жұмысқа шығамын деп едім. Күйеуім, табысым жақсы, қызымыз өскенше біраз үйде отыра тұрсаңшы деді. Мұны естіген енем де үйде отырсын, бала бақсын депті. Бұның сөздеріне мен ашуландым. Сонда мен босқа оқыдым ба? Жұмыс істемесем қарайып қаламын. Бала бағушы аламында жұмыс істеймін деп, үкіметтің жұмысына шығып кеттім. Тәжірибе жинақтап жұмыста дәрежем өсе бастады. Жалақым да көтерілді. Арада 5 жыл өткен соң екінші баламды босандым. Ұл бала босандым. Жаныма үй шаруасына көмектесетін көмекшім болды. Қызыма мектепке дайындайтын оқытушы жалдадым. Пианино үйрететін, музыкадан беретін оқытушысы тағы бар. Үйде отырған соң өзімді де ағылшын тілін үйрететін жеке оқытушы жалдап, балаларыммен өзіммен айналыса бастадым. Жазда демалысқа Турцияға ұшып барып демалып келетін болдық. Күйеуім шетелге іс сапармен көп шығатын болды. Соңғы үлгідегі көлік міндік. Мен қайта жұмысқа шықтым. Кішкентайымды балабақшаға орналастырдым. Қызымды физика-математиканы тереңдетіп оқытатын арнайы мектеп-гимназияға бердік. Мен баспадан кетіп басқа жұмысқа ауыстым. Ол жерде де дәрежем өсті. Мен атақты адамдардан сұхбат алатынмын. Жастармен топ басшысы ретінде жұмыс істеймін. Кейіпкер жұмыс орындарын құпия болсын деді. Бұл оның құқы. Сондықтан нақты мәлімет айтылмайды. Мен де шет елдерге іс сапарға шыға бастадым. Өзімнің редакторлығыммен әйелдерге арналған жеке журналымды шығардым. Осылай жағдайымыз күннен күнге жақсарды.
Араласпайтын туысқандар ақырындап тартыла бастады. Дос-жарандар да көбейді. Осылай өміріме дән риза күндеріміз өтіп жатты. Күйеуім кезекті іс сапармен Таиландқа ұшатын болды. Жұмыстан 5 адам баратын болды. Жездесі, күйеуім және әріптестері. Іс сапарда 2-7-дей болып елге қайтты. Келген соң мазасы қаша бастады. Үнемі шаршап, селсоқ болып жүретін болды. Бір күні әпкесі өзі істейтін ауруханаға шақыртып, анализ тапсыртып дәрігерге қаратты. Марина екеуміз өте еңбекқор едік. Жұмыс, карьера қуалаған адамдарымыз. Осы жағымыз бір-бірімізге қатты ұқсайтын. Ол да күйеуі білдей бір компанияның генеральный директоры болса да, өз кәсібін сүйетін. Мұрын құлақ жолдарын емдейтін дәрігер еді. Күйеуі соңғы үлгідегі көлік мінгізіп қойған. Сол көлігін ауруханаға кіргізбей, жолдың арғы бетіне қойып, ауруханаға жаяу келеді екен. Әріптестер оның күйеуінің білдей бизнесмен екенін де білмейді екен. Сонымен күйеуім жұқпалы ауру жұқтырыпты. Нақты қандай екені құпия. Бастапқы кезеңі екен. Дәрігерлер кіммен қарым-қатынас жасады, барлығын арнайы тексеруден өтсін деді. Оқшаулау керек деп, арнайы емханаға жатқызды. Басымызға үлкен сынақ түсті. Күйеуім бұл ауруды қалай жұқтырғанын білмеймін. Сол іс сапардан кейін қатты ауырып қалды. Өзі өте тазалықты сүйетін, өз киімдерін өзі кір жуғыш мәшинеге айналдырып жуып алатын, өзі үтіктеп киетін, сырт киімдерін де химиялық тазалауға жиі апарып тазалатып тұратын, көлігін де тап-тұйнақтай қылып жылтыратып таза ұстайтын. Өте кірпияз болатын. Мейрамханаларда да қасық, пышақ, шанышқыны пайдаланбас бұрын салфеткамен жақсылап сүртіп алатын. Үстіне үнемі қымбат әтірін сеуіп, жинақы таза жүретін. Киім жағынан маған ешқашан салмақ салып сөйлеген емес. Киімімді үтікте, нәс киімді жу деген сияқты. Тамақты да талғап жейтін. Сонымен бізден бастап барлығымыз үйдегі көмекшім, үй тазалап ас әзірлейтін көмекшім тексеруден өттік. Жұмыстағы әріптестері, достары барлығы түгел тексеруден өтті. Бағымызға орай барлығымыз таза болып шықтық. Тек қызыма ғана күмән болды. Қайта тексеруден өтіп күмән расталмады. Сонда да дәрігерлер бізге қосымша иммунитетті көтеретін біраз дәрілер мен дәрумендер жазып берді. Қарағандыдан анам келді. Араға бір апта салып енем келді. Анам маған бұл аурудан айығу мүмкін емес. Күйеуін қиналады. Сосын мұның соңы өлімге алып келеді. Сол үшін бар мал-мүлікті, банктегі депозиттерді өзіңнің атыңа жазып алып, жинақтал. Кім біледі, ертең ана шешесі мен әпкесі бар дүниелеріңді алып алмасын дейді. Мені жұбатудың орнына анам осылай деді. Күйеуімді жақтырмасаңыз да, мына немерелеріңізді ойламайсыз ба? Күйеуімді әлден жерлеп қойдыңыз ба деп анама біраз ренжідім. Сонымен осы кезде кімнің кім екені айқындала бастады. Туыстар алыстан тек телефон арқылы хабарласатын болды. Достар сиреді. Тіпті үйдегі көмекшім де айлығын алып, қош айтысып кетіп қалды. Тек қызымның қазақ тілі мен пианинодан беретін оқытушылары ғана келіп жүрді. Олардың да өмірін қатерге тіккім келген жоқ. Мән жайды түсіндіріп айттық. Олар да тексеруден өткен болатын. Барлығы таза болатын. Бірақ оқытушылары біз кетпейміз, жұмысымызды істей береміз деді. Бұған қатты қуанып қалдым. Сонымен күйеуім ауруханада, анам мен ненем балаларды қарайды, ауруханаға тамақ жібереді. Күйеуім жұмыс істемесе де, жездесі ай сайын айлығын салып отыратын. Ол ақша ауруханаға күйеуімнің ем-домына жұмсалып жатты. Маған да кәдімгідей салмақ түсті. Алдын айлығымды жинайтынмын, анама көмектесетінмін. Жеке журналымның шығындары бар, өзіме, балаларға киім-кешек секілді осындай нәрселерге жұмсайтынмын. Енді үй шығындары, азық-түлік, балалардың оқытушылары, спорт кружоктары барлығының шығындарын өзім төлейтін болдым. Осы орайда менің баяғы студенттік кезден бірге араласып жүрген құрбыларыма алғысым шексіз еді. Бар көмектерін менен аямады. Рухани, материалды тұрғыдан да көп көмектесті. Көрші құрбым да маған көп қарасты. Көлігімен қызымды мектепке тасып, өз қызымен бірге апарып әкеліп жүрді. Күйеуімнің де санаулы достары ғана қалды. Олар да ауруханаға жиі барып тұрды. Күйеуім 2 айдан соң психологиялық тұрғыдан қатты жүнжіп кетті. Денсаулығы да төмендеп бара жатқан сияқты еді. Сосын оны дәрігерлермен сөйлесіп, үйдің жанынан пәтер жалдап, сол жерге оқшаулап тұрғыздық. Тым болмаса балаларымды сырттан көріп тұрайыншы деп өтінген еді.
Күнде медбике келіп, дәрісін егіп системаларын салып тұратын. Кешке мен жұмыстан шыққан соң, балаларды серуендетуге шығарған болып, күйеуім тұрып жатқан көп қабатты үйдің ауласына апарып, ойнататынмын. Күйеуім бізге байқатпай терезеден қарап, балаларын көріп мәз болып отыратын. Сонымен не керек, бұлай жүре берсек бір күні күйеуімнен айырылып қалам ба деп қорықтым. Өйткені мұндағы ем-дом әсер етіп жатқан жоқ еді. Жағдайы дұрыстала қоймады. Сосын екеуміз ақылдасып, ғаламтордан осы ауру жайлы ақпарат қарап, мұны емдейтін дәрі-дәрмек білікті дәрігерлерді шетелден іздей бастадық. Қытайда осы аурудан емделіп жазылғандар бар екен. Германияда да білікті дәрігерлер бар екен. Сонымен не керек? Бірінші Қытай еліне ұштық. Келіскен емханамызға бардық, қаралдық, біраз уақыт ем алдық. Күйеуімнің беті бері қарай бастады. Сосын сол жақтан қымбат дәрілерін алып елге қайттық. Сонда да неміс еліндегі білікті дәрігерлерге барып қаралып көрейік дедім. Сонымен банктердегі барлық депозиттерімізді шешіп алдық. Әпкесі мен жездесі, дос құрбылар бар, олар да көмектесіп, қомақты ақшамен неміс еліне ұшып кеттік. Күйеуімнің дертіне емді осынан таптық. Осы саланы қарайтын ең мықты дәрігерге күйеуімді емдеттік. Алдымен Алла, кейінгісі осы дәрігердің ем-домының арқасында күйеуім ауруынан құлан-таза айықты. Араға біраз уақыт салып, елге оралдық. Дәрігер күйеуім жақсы тамақтансын, дәрілері мен дәрумендерін уақытылы қабылдасын, шылым шекпесін, спортпен, оның ішінде жүзумен шұғылдансын, таза ауада көп серуендесін деген болатын. Соны бұлжытпай орындауға көштік. Күйеуім өз дінінде церковьға барып тұратын. Осы орайда ауырып жүргендегі бір оқиға есіме түсіп кетті. Ауруханадан шығарып, пәтерде тұрып жатқанда, досына өтініш жасапты. Церковьға апарып келші депті. Досы қазақ ұлтының жігіті болған соң, ол церковьға кірмей, күйеуімнің өзін кіргізіп жіберіпті. Сол церковьта күйеуім әлсіреп есінен танып құлап қалыпты. Сол кезде қалтасындағы бар ақшасымен қымбат телефонын ұрлатып алыпты. Ол да Құдайдың үйі емес пе? Мұны естігенде жағамызды ұстадық. Адамдар қандай болып барады деп таңдандық. Тағы да арамызда осы дінге байланысты біраз келіспеушіліктер болды. Күйеуім ауырмай тұрған кезінде анам ұлымды сүндетке отырғыз деді. Бұған енем мен күйеуім барлығы қарсы болды. Мен соған қарамастан дәрігерге апардым. Дәрігер бізге сүндетке отырғызыңыздар. Бұл гигиеналық тазалық жағынан да жақсы деп мені қолдады. Сонымен баламды сүндеттеді. Анам келді. Бұған қатты қуанып қалды. Сөйтіп осы жерде мұсылмандар жеңді дейді. Анам да бір себеп туа қалса, осындай бір әңгімелерімен күйеуімді бір мұқатып қалатын. Мұның барлығы неге айтып отырмын? Ұлтаралық отбасы осындайлармен кішкене қиындау болады екен. Мен өте сирек, жұмада бір рет қана әкеме шелпек пісіріп тұратынмын. Мешітке бас сұққан адам емес едім. Күйеуім ауырғалы Аллаға сыйына бастадым. Анаммен алғаш рет саяхат автобекеті жағындағы үлкен мешітке бардым. Қайыр садақа бітір бердім. Күйеуім жазылып үйге оралған соң, анамның ақылымен құрбан айтта мешітке барып, құрбандық шалдырып, етін сол жердегі жағдайы төмен отбасыларға таратып бердік. Сонда имамның айтқаны есімде мәңгілік сақталып қалған шығар. Құдіреті мен мейірімі шексіз Алла, мен бастарыңа қиын қыстау күн туғанда ғана естеріңе алмаңдар. Жағдайларың жақсы кезде де естеріңе алып жүріңдер деген екен, деп еді. Өлі риза болмай тірі байымас дегендей, әкеме өмірден озған соң ата-бабаларыма арнап әр жұмада 7 шелпек салуды ұмытпайтын болдым. Сонымен не керек? Біраз уақыт демалған соң күйеуім қайта жұмысқа шықты. Қаланың шет жағынан, тау жақтан жер алдық. Сол жерге күйеуім 2 қабатты үлкен үй тұрғызды. Ауасы таза, табиғаты керемет жер еді. Қаладағы 3 бөлмелі пәтерімізді саттық. Осы жақында ғана осы үлкен үйімізді бітіріп көшіп бардық. Ауласына жеміс ағаштарын, газон, кішігірім бақша егіп қойдық. Мұның барлығы күйеуімнің, өзіміздің денсаулығымызға пайдалы еді. Осында көшкен соң жүйкем сыр беріп,
Жұмыстан 1 айға демалыс алдым. Күтпеген жерден аяғым ауырлап қалды. Болмаса, арада біраз жыл өтті ғой. Үлкен қызым Мәскеуде оқиды. Оның соңынан жақында балам да сонда оқуға түсті. Ұлымнан кейін-ақ болды, енді тумаймын деген болатынмын. Сөйтіп жүріп, міне, 45 жасында қыз босанып алдым. Бүгінде қызым 3 жастан асып қалды. Кіші 2 сіңілімде отбасын құрған, екеуі де Астана қаласында тұрады. Балалы шағалы. Үлкен үйге көшкелі анамды Қарағандыдан жаныма көшіріп алдым. Анам қазір осы жақтырмаған күйеу баласының қолында тұрады. Астана мен осы 2 ортада немерелеріне қарасып жүреді. Аллам сынақты да көтере алатын пендесінің басына береді екен ғой. Бұл сынақтан төзімділігіміз бен табандылығымыздың арқасында сүрінбей өттік. Басымыздан өткенді ешкімге тілемеймін. Біз біраз жағдайымыз болған соң шет елдік дәрігерлерге қаралып, қымбат дәрілерді ала алатын мүмкіндігіміз болған соң емделе алдық деп ойлаймын. Қол ұшын созған туыс достар да бар. Ал жағдайы жоқтар ше, олар қалай болмақ? Күйеуім ауруханада жатқанда, осы аурумен ауырып жатқан, жасы мен кәрісі бар, неше түрлі адамдарды көрдік қой. Бәріне бір Алла жар болсын. Бастысы деніміз сау, ет жақындарымыз аман болсын. Әңгіменің соңы. Әңгімені жазған және дыбыстап оқыған Жазира Тулешова. Бұл әңгіменің қорытындысын кейіпкерім соңғы сөзді маған қалдырған еді. Өйткені мен де осы әңгіменің бір бөлшегі едім. Саяның басты кейіпкердің қызының қазақ тілінен қосымша оқытатын репетиторы, оқытушысы мен едім. Бұл кезде жоғары оқу орнын бітіріп, ең алғашқы бала оқытудағы тәжірибем осы Саяның үлкен қызын оқытудан басталған еді. Саямен және жолдасымен 3 жылдай бірге жұмыс істедік. Алғашында бала оқытуға барғанымен, кейінірек Саяның өзінің және күйеуінің кейбір құжаттарын орыс тілінен қазақ тіліне аударып, компьютердан теріп беріп жүретін едім. Саяның бастарына қиын-қыстау күндер түскен кезеңде де олармен бірге болдым. Барлығын өз көзіммен көрдім. Басында, ең алғаш барғанымда, ұлтаралық отбасы маған да бір түрлі ерсі көрінген. Кейінірек, олармен жақынырақ таныса келе, олардың сондай қарапайым, жүректері таза, адамгершіліктері жоғары, керемет үлгі боларлықтай отбасы екендеріне көзім жетті. Әрине, өз ұлтыңа жетпейді ғой. Бірақ Сая алғаш Алматы қаласына келген кезде, ол кезде Алматы бас қала еді ғой, өзге ұлттар көп еді дейді. Біз секілді отбасыларға ешкім таңданып қарамайтын еді дейді. Мен Саяның анасын, сіңілілерін, құрбыларын, күйеуінің ата-анасын, әпке-жездесін, достарын барлығын көргенмін. Әңгімелескенмін. Жалпы оларды жақсы танитынмын, жақсы білетінмін. Тіпті күйеуінің бір қырғыз досының қазақ қызына үйленіп, Қырғызстанда Бішкек қаласында болған тойларының куәсі болғанында бар. Той үлкен мейрамханада көшпенділер стилінде өткен еді. Күйеу жігіт қырғыз, кәсіпкер екен. Шет елдерден де достары, әріптестері келді. Әр ұлт өзінің ұлттық киімін киді. Біз жалған бұрын байлап, көйлегіміздің үстінен қазақша оюланған камзол кидік. Есте қаларлықтай керемет той болған еді. Бұл жұпқада ешкім таң қалып сөз етіп жатқанын мен байқамадым. Барлығы бұл ұлтаралық отбасына қалыпты жағдай сияқты қараған еді. Негізі әңгіменің басты мағынасы жалғызбасты еңбекқор ананың жалғыз өзі сондай аумалы төкпелі кезеңде көкөніс сатып, 3 қызын тәрбиелеп өсіріп, оқытып, шоқытып, ел қатарлы ешкімнен кем қылмай өсіргендігі жайлы еді. Қазіргі уақытта Саяның анасының аяқтары, белдері ауырады дейді. Сол суықтарда қап-қап көкөніс пен жеміс-жидек тасып, ауыр жұмыс істегеннен дейді екен өзі. Бірақ сол 3 қызы 3 жақтан аналарын қаратып, емдетіп, қазіргі таңда алақандарына салып әлпештеп отыр. Еңбегінің жемісін көріп жатыр деген осы емес пе? Ал Сая жастықпен қателесті. Бір оқырманым айтқандай, бұл өмір, барлығымыз да пендеміз, ет пен сүйектен жаралғанбыз. Ертеңгі күні не боларын ешкім болжап біле алмайды. Сондықтан кейіпкерімді сөкпеңіздер. Аллам кім өз қатесін ұғып,
шын жүрегімен өкініп кешірім сұрай білсе, кешемін деген екен. Барлығымыз да анамыз, ұл-қыз өсіріп отырмыз. Сондықтан біреуге мін тағып, сыртынан сөгуден аулақ болайық. Басына қиын күн туғанда Сая мойыған жоқ. Әкелерінің орнын балаларына білдірген жоқ. Жылап-сықтап, күйзеліске түсіп кеткен жоқ. Күйеуім осылай болды деп теріс айналып, оны тастап кеткен жоқ. Бар қиыншылықты көтеріп, күйеуін сүйреп, қиын қыстау кездерді артқа тастап, бұл сынақтан сүрінбей өтті. Жігерінің мықтылығы анасына тартқандығы, сол кісінің тәрбиесі. Кейін мен күйеуі жазылған соң мемлекеттік мекемеге жұмысқа кеттім. Олармен хабарласып тұратынбыз. Кейін мен тұрмысқа шықтым. Осы аралықта арамыз біраз үзіліп қалды. Былтыр ғана Сая екеуміз бір-бірімізді тауып алдық. Сол кезде оның қызды болғандығын, жаңа үйге көшкендігін WhatsApp желісі арқылы суреттерімізді бір-бірімізге жіберіп, сөйлесіп, әңгімелесіп, қуанып қалдық. Сая жайлы әңгіме жазуға өзім ұсыныс жасадым. Ол таң қалып, жазушы болып кеткенсің бе деп қуанып қалды. Мен кәсіби жазушы емеспін, тек қана жазғанды ұнатамын, жазғаннан демаламын, осы жолда ізденіп жүрмін. Өз-өзімді тапқандаймын, деп біраз сырластық. Жазушылық өнерін ізденіп, білімімді шыңдап, қаламымды ұштап жүрген жайым бар деп күлдім. Ол менің өмірім қызық болса жаза ғой деп өз рұқсатын берді. Өмірінің сол бір қиын кезеңдерін көрдім. Білемін ғой, тек кейбір тұстарын ғана сұрап пысықтадым. Жұмыс орындарын, күйеуінің диагнозы, қандай аурумен ауырғандығы жайлы мәлімет жазбай-ақ қойшы деді. Әрине, ол әр кейіпкердің өз құқы. Өмірімде осындай жандардың болғанына қуанамын. Саядан көп нәрсені үйрендім, санама түйдім. Енесінен нағыз борщ пен шәбел сорпасын жасауды үйреніп алдым. Ал анасы мықты әйел еді. Оның да біраз ақыл кеңестерін санама түйдім. Қанша бай бақуат болса да, әпкесі мен жездесінің қарапайымдылығына, адамгершіліктеріне тәнті болдым. Ол кісілер әрбір жаңалыққа жаны құмар. Жастары қаншада болса да, ілім-білім алудан, ізденуден талмайды екен. Сая сол кездерде менің оларды тастап кетпей, жұмысымды істеп, жандарында болғаныма риза болғандығын жеткізді. Ол кезде жас болдым ба, әлде алғашқы оқушымды қимадым ба білмеймін. Ештемені көңіліме алмай, қорықпай жұмысымды істеп жүре беріп едім. Әр әйелдің тағдыры әрқилы. Жазылмаған бір кітап десе де болады. Әйелдің жанын әйелден артық кім түсінер? Сондықтан маған әйел тағдыры жайлы жазған ұнайды. Әңгіме сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер әңгімем ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Егер әйел әлемі каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Ден қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Амандықта болайық. Жайсира Төлешова.